Тепенкөк күйі. Тепенкөк әу баста бір байдың қойға салған шабанаты екен. Мың салса бір баспайтын шабандығына бола Тепенкөк атанса керек. Күндердің бір күнінде тақымында жүрген Тепенкөкке жұрттан асқан бір сыншының көзі түседі. Сыншы Тепенкөктің алды-артына шығып сұқтана қарап тұрып, апырай, осы заманның жылқысы азды ма деп жүрсем, жоқ, менің көзім тозған екен ғой. Мына жануар бүйірімді қыздырсаң, бәйгеден келем деп тұр ғой, дейді. Бұл сөзді естіген қойшы, бәрі келді, қойға да жете алмайтын Тепенкөкке қайдағы бәйге деп күледі. Сыншы сол бетінде ат басын байдың үйіне тірейді. Сөз арасында сыншы, байеке, 40 жылда бір туатын ерен жүйрікті қор қылып қойға салып қойғаныңыз қалай деп сұрайды байдан. Бай бұл сөзді көңіліне алып, сыншы келекей етіп отырау деген оймен, шын жүйріктің 40 жылда бір туатыны рас болса, сол 40 жылда ортаймайтын дәулетім бар. Менен жүйрік жылқы көргің келсе, 40 жылдан кейін кел деп қырыс қабақ танытады. Сонда сыншы, байеке, көңіліңізге алмаңыз, мен шынымды айтып отырмын. Шыққыр көзім шықпаса, қойшының астындағы Тепенкөк алдына қара салмас жүйріктің өзі. Тек бабын білмей жүрсіздер. Тепенкөк бүйірі қызбай шаппайтын, арқасы қозбай арындамайтын ат. Сол үшін бәйгеге қосарда екі қоржын басы құм теңдеп алу керек. Әрі бері шапқан соң құлағының түбінен тер білінер. Тер білінген соң-ақ Тепенкөктің бауыры жазылып, созыла шабуға тиіс. Сол кезде қоржын түбін өткір кездікпен тіліп жіберіп, құмын төксе, сонан соң аруағын көтере ұрандап, айқайға салып отырса, Тепенкөк сақпанның оғындай заулар еді дейді. Сыншының айтқан сөзіне бай құлақ асып, бәйгеге қосады. Жай қоспайды. Аяқ қаптай ала қоржынға құм теңдеп қосады. Айтқанындай сол жылы Тепенкөк небір желаяқ жүйріктерге шаң қаптырып, жалғыз қара болып бәйгеден келіпті. Осыдан кейін бабы табылған Тепенкөк бәйгенің алдын бермейтін болыпты дейді. Мына күй сол Тепенкөктің шабысын келтірген, арасында ат үстіндегі баланың ұрандаған айқайын білдіретін күй екен.